Бесінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Уақыт әлеміне саяхат түбір мен қосымшаның жазылуы. 30-шы мәтін. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасы досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым, дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан: күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олай бір-бірінен аумайды ғой, деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер және тындырылған әрекеттерге байланысты ерекшеленеді, деп жауап бере отырып, ағасы ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен, жоғалып жоқ санатына есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында: бұл күнім босқа кеткен жоқ па, мен оны жоғалтып алған жоқпын ба, деп сұрайтын болды. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Өз ойыңмен бөліс. Өйткені бір күнін жоғалтып алған бала туралы айтылғандықтан жоғалтып алған күн деп аталды. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күннің босқа өткіздім деп есептей бер. Нақыл сөзінің мәнін топта талқыла. Егер де сен бір күніңді босқа еріншектік етіп жатып немесе ұйықтап өткізетін болсаң, бұл күнде еш нәрсе тындырмайтын болсаң, сен бір күніңді жоғалтасың. Осылай бір күніңді жоғалту арқылы сен бүкіл өміріңді де жоғалтып алуың мүмкін. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер: ағасынан, досы, күндердің, баласының, әңгіменің. Бұл жердегі сөздерге жуан не жіңішке жалғау жалғануының себебі сөздердің түбірі біркелкі жуан дыбыстармен жасалғандықтан, сөздің соңғы дыбысы жуан дыбыс болғандықтан, қалған бөлігіне жіңішке жуан дыбыстық жалғау жалғанып кетеді. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Адамдардың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Суретшілер. 31-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып сөйлем құрап жаз. Уақыт жылжиды, тоқтайды. Сағат өтеді, жүреді. Уақыт тез өтеді. Сурет бойынша әңгіме құра. Жұбыңа баяндама. Оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір. Сурет бойынша әңгіме құрайтын болсақ, мұнда балалар динозаврды көруге келген және олар үлкен динозаврды бірінші рет мұражайда көріп тұрғандықтан таң қалып, онымен бірге суретке түсіп, оның жанына жақындап қарап жатыр. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, комментария қалдырамыз. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазсаңдар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.